Биылғы маусымның ең үздік екі командасы белгілі, олар Арсенал мен Бавария. Бұл екеуі кәдімгідей оталып кетті. Неге? Неліктен олар Чемпиондар лигасында фаворит? Арсенал АПЛ мен Чемпиондар лигасын бірге алып жүре ала ма? Қос клубта қандай ұқсастықтар бар? Бүгін осы сұрақтардың шешімін бір кезде көрейік. Видеоны бастамас бұрын бізді қолдап белсенділік танытқандарың үшін алғыс айтқымыз келеді. Біз бұл арнаны жазда ғана ашқан едік. Басты мақсатымыз футбол контентін қазақ тілінде, ана тілімізде дамыту болды. Әрбір лайк пен пікір біз үшін, біздің өсуіміз үшін өте маңызды. Тарихты бірге жасайық достар. Енді осы видеомызға да қолдау көрсетулеріңізді және соңына дейін көрулеріңізді сұраймыз. Бұл контенттің көп қаралым жинауына көмектеседі. Европа футболында әр маусым сайын ерекше космостық деңгейдегі командалар пайда болады және бұл командалар әр жыл сайын өзгеріп тұрады. Ғаламат деңгей уровень дейтін себебіміз бұндай командалар басқаларына қарағанда жылдам, агрессивті және тұрақты ойын көрсетеді. Өз чемпионатынан бөлек Чемпиондар лигасында да жақсы нәтиже тіркеуге күш қуаты жетеді. Былтырғы маусымда мұндай клубтардың тізімінде Барселона мен ПСЖ болса, биыл оларды Арсенал мен Бавария алмастырды. Екеуі де қазір өз чемпионатына жеке дара көш бастап келеді және Чемпиондар лигасында бірінші, екінші орындарды өзара бөлісіп тұр. Англиядағы басты футбол сарапшыларының біріне айналған Джейми Каррагер де осы командаларды Чемпиондар лигасының фаворитіне балады. Менің ойымша, қазіргі уақытта Арсенал мен Бавария Европадағы ең мықты командалар. Мен бұрын Арсенал Чемпиондар лигасында жақсы нәтиже көрсете алады деп ешқашан ойламаған едім. Себебі олар ешқашан бұл турнирде топ жармаған. Бірақ қазір мынандай керемет ойынмен мен Арсеналда осы жарыста жеңіске жете алатын 4-5 команданың бір ретінде көремін, деді Ливерпульдің бұрынғы қорғаушысы. Каррагердің өзі аузының суы құрып Арсеналды мақтаған екен. Алдымен канонерлер жайлы айтайық. Лондондық клуб премьер-лиганың 12 турында небәрі бір рет жеңіліп, 2 рет тең түсті. Қарсылас қақпасына 23 гол соғып, қақпаларына небәрі 6 гол өткізіп алды. Айтпақшы, бұл көрсеткіш бойынша АПЛ рекордын Челси орнатқан. 2004-2005 жылғы маусымда Петр Чех 38 ойында қақпасына небәрі 15 гол жіберді. Қалай ойлайсыздар? Арсенал мына қарқынымен бұл рекордты жаңарта ала ма? Қалай ойлайсыздар? Пікірге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Ал канонерлердің Чемпиондар лигасындағы нәтижесі одан да керемет. 4 матчта 11 гол соғып, қақпасына мүлдем гол жібермеді. Бұл Микель Артетаның қорғанысқа көп көңіл бөлетінін аңғартады. 2023 жылы Аарон Реймсделді керек қылмай, Брентфордтан аттай қалап Давид Раяны алдыртты. Оны өзінің ойын философиясына ендірді. Ал қорғаныс шебіндегі Вильям Салиба мен Габриэль Магалеш қазір әлемдегі ең қымбат қорғаушылар болып саналады. Бірақ Габриэль Бразилия құрамасы сапында жарақат алып 1-2 айға қатардан шығып қалды. Қос қапталдағы Юриен Тимбер мен Рикардо Калафиори да тұрақты ойынымен көзге түсіп жүр. Қосалқы құрамында да мықты қорғаушылар отыр. Кристиан Москера, Пьеро Хинкапье және Бен Уайт секілді. Дәл сол Хинкапье Тоттенхемге қарсы матчта Магалештің орнын жоғалтпады. Қорғаныстың мықтылығын мына нәтижеге қарап анықтауға да болады. Арсенал осы маусымда 8 ойын қатарынан гол жібермей жеңіске жетіп, 122 жыл бұрынғы рекордын қайталады. Сондай-ақ лондондықтар бір айдың 6 матчында гол өткізбей жеңіске жеткен алғашқы АПЛ клубы атанды. Биыл Арсенал шабуыл шебін нығайту үшін барын салды. Виктор Гьокериш сатып алды, бірақ швециялық шабуылшы әзірге сенімді ақтамауда. Бір қызығы, орталық шабуылшы позициясында ойнайтын сол Гьокериш, Габриэль Жезус, Кай Хаверцте лазаретте жатыр. Ал олардың орнын жартылай қорғаушы Микель Мерино басты. Испаниялық футболшы бұрыннан бері форвард ретінде ойнап жатқандай. Бұл позицияны жатырқамай жақсы нәтиже тіркеуде. Бұған дейін АПЛдағы қарсыластарын 1-0, 2-0 есебімен жеңіп жүрген зеңбірекшілер соңғы турда принципиалды қарсыласты Тоттенхемді 4-1 есебімен ұтып жіберді.
Эберечи Эзе матчтың басты қаһарманына айналды. 27 жастағы футболшы осы маусымның басында Тоттенхэмге ауысуға өте жақын болды. Негізі Эзе Арсенал академиясынан тәлім алған. Соңғы жылдары Кристал Пэласта өзін жақсы қырынан көрсеткендіктен Артета оны чемпиондық бәсеке кезінде көмектеседі деп Тоттенхэмнің аузынан жұлып алды. Эзе осы ойыннан кейін қабылдаған шешіміне қуанған болар. Сол қапталдағы Леандро Тросард үшін де маусым сәтті өтуде. Мартинеллидің жарақат алғанын пайдаланып, негізгі құрамның ойыншысына айналды. Бірақ бельгиялық вингер Қазақстан құрамасына қарсы матчта ештеңе жасай алмады. Букайо Сака да өз деңгейінен төмен түсер емес. Былтырлары Арсеналға қосалқы құрамнан шығып, ойынды күшейтетін немесе жарақат алғандарды алмастыратын ойыншылар жетпейтін еді. Биыл бұл жағынан мүлде проблема жоқ. Тіпті қазан айының басында жарақат алған Мартин Эдегорды іздеп жатқан адамды кездестіру қиын. Артета келгелі бері стандарт Арсеналдың басты қаруына айналды. Бұл тұрғыда клубта дәл осы стандартқа жауап беретін бапкерлер штабындағы Николя Жовердің еңбегін айта кетпеуге болмайды. Осы жерде сандарды сөйлетейік. Канонерлер АПЛ-дың 21-22 жылғы маусымында 18, 22-23 жылғы маусымында 18, 23-24 жылғы маусымында 23, 24-25 жылғы маусымында 25 голды стандарттан соққан. Ал биыл небәрі 12 тур артта қалды. Арсенал стандартты 13 мәрте сәтті пайдаланып үлгерді. Арсенал премьер-лигадағы шабуыл ең қауіпті 6 команданың 4-еуімен ойнап тастады. Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед және Кристал Пэлас. Нәтижесі таңғаларлық. Тек 2 гол жіберіп алды және қарсыластарының шабуылдарын толығымен тоқтата білді. Лондонды клубтың қорғанысы мен шабуыл шебін мақтадық, бірақ қара жұмыстың барлығын атқарып жатқан Деклан Райс емес пе? Биыл оның жанында соңғы жылдары Испаниядағы үздік жартылай қорғаушылардың біріне айналған Мартин Субименди қосылып, екеуі алапат күшке айналды. Микель Артета да кез келген команданың ойынына бейімделе алады. Мысалы, Ливерпульге қарсы ойында ол Райстың ортау қорғаушылардың қатарына қосып, қысымнан қорғады. Ал Пэласқа қарсы ойында ол қарсыластың ең күшті тұсы саналатын оң қапталын бейтараптандырып, үшінші орталық қорғаушы ретінде Калафиориді пайдаланды. Биылда АПЛ-да Арсеналмен тайталасатын команда болмауда. Былтыр чемпион болған Ливерпуль дағдарыстан шыға алмауда. Қыруар қаржыға келген Виртс, Исектор мүлдем көзге түспеді. Ал Манчестер Сити қайта құрылуда. Ойындарында тұрақсыздық бар. Челсидің де жағдайы тура сондай. 1-2 матчта жеңіп, чемпиондыққа үміткер ретінде көрінеді де, кейін 2-3 матчта жеңе алмай быт-шыт болып жатады. Сондықтан биыл Арсенал өз ойынның арқасында емес, бәсекелестерінің әлсіздігінің арқасында чемпион атану әбден мүмкін. Өз ойынымен жеңсе, соңғы 3 маусым бойы екінші орын алмас еді ғой деп қоям жалпы. Чемпиондар лигасындағы 4 матчта да жеңіске жеткен Арсеналды бұл турнирде әлі Бавария, Брюгге, Интер және Қайратқа қарсы ойындар күтіп тұр. 26 қараша күні Арсенал мен Бавария кездеседі. Яғни, бір команданың статистикасы бұзылады деген сөз. Себебі қазір екеуінде де 12 ұпай бар. Енді осы маусымдағы ең мықты екінші команда Баварияға тоқталайық. Мюнхендіктердің Арсеналдан айырмашылығы олар әлі жеңілген жоқ. Осы маусымда 18 матч өткізіп, 17-де жеңіске жетті. Біреуінде тең түсті. Лондондықтар секілді қорғанысы қатты мықты емес. 15 гол өткізіп алды, бірақ шабуыл шебі оларға қарағанда әлде қайда күшті. 62 гол соқты. Арсенал осы маусымда бас аяғы 39 гол соққан екен. Соңғы рет Баварияны мұндай деңгейге 2019-20 жылдар аралығында Ханси Флик жеткізген еді. Одан кейін келген Юлиан Нагельсман мен Томас Тухельдің қолынан ештеңе келмеді. Ал өткен маусымның басында Бернли мен АПЛ-дан бірге ұшып кеткен бапкерлік тәжірибесі вообще жоқ Менсан компания келді. Футболға қызығатын барлық адамдар осы кезде Бавария басшылығының бұл шешіміне күліп қараған еді, ал биыл жағдай керісінше. Мюнхенді клубтың басшылары күліп отыр. Қақпада жасы 40-қа таяған Нойер әліміз бақпай тұр. Қорғаныстағы Упамекано мен Тажыба, Салиба, Магалеш секілді болмаса да қанша мықты деген командаларға қарсы тұруда. Былтырғы требл авторы ПСЖ-ны 10 адаммен жүріп-ақ 2-де 1 есебімен жеңді. Әлем чемпионы атанған Челсиді де 3-де 1 есебімен тізе бүктірді. Арсеналдан тағы бір айырмашылығы, Бавария тек чемпиондар лигасына күш салады. Ал Бундеслигада АПЛ-дағыдай бәсекелесе алатын топ командалар жоқ. Ар кетсе Байер мен Боруссия бар шығар енді.
Соңғы турда Фрайбург 2-0 есебімен жеңіп келе жатқан еді, 6 гол соғып бірден сабасына түсірді. Ал Англияда қалай? Арсенал өткенде Сандерлендтен 2 гол жіберіп тең ойнап қалды. Бундеслигада мұндай жағдай сирек болады, бірақ соның бірі Баварияның басынан өтіп қойды. 10-шы турда бұлар да Унионмен тең ойнады. Айтпақшы, сол қапталдағы Альфонсо Дэвис жарақатына байланысты біраз уақыттан бері ойнамай жүр. Оны Йосип Станишич пен Том Бишев лайықты түрде алмастыруда. Оң қапталдағы Конрад Лаймер ешкімге орнын бере қоймас. Жартылай қорғаныста ойнайтын Жамал Мусиала да маусым басында ауыр жарақат алған еді, естеріңізде болса егер. Қазір алаң ортасында Йозуа Кимих пен Александр Павлович өнер көрсетуде. Компанийдің қалауымен осы маусымның алдында командаға қосылған Луис Диас өте сәтті трансфер болды. Әр матчтан голсыз немесе ассистсіз кетпейді. Бірақ ПСЖ-ға қарсы ойында қызыл қағаз алған үшін Чемпиондар лигасының алдағы 3 матчынан шеттетілді. Оның орнына Баварияда енді ғана өсіп келе жатқан 17 жастағы Леннард Карл бар. Ол қазан айында Брюгге мен Боруссия Мönchengladbach қақпасына гол соққан еді. Ал Фрайбургпен болған соңғы ойында гол плюс ассист рәсімдеді. Диас тек қана гол соғып қоймай, прессинг жасау кезінде де маңызды рөл атқарады. Ал Харри Кейн қорғанысқа көп қайтатын болды. Команданың плеймейкеріне айналды десек те болады. Компани форвардқа осындай міндет жүктепті. Қазір англиялық шабуылшы қорғанысқа дейін түсіп, допты тартып алып, шабуылды өзі бастап беруде. Бірақ соған қарамастан, осы маусымда 27 гол мен 4 нәтижелі пасты өз атына жазды. Майкл Олисе мен Серж Гнабриде шабуылдағы басты фигураға айналды. Тіпті Челсиде жүріп мемге айналған Николас Джексонның өзі қосалқы құрамнан шығып гол соғуда. Баварияның ұстанған тактикасы айқын. Бізге қанша гол соқсаңдар соға беріңдер. Бірақ біз түбінде жеңіске жетеміз деген қағидамен ойнауда мүмкіндіктер. Шабуыл үстіне шабуыл жасайды. Арсеналмен ұқсастығы Баварияда Микель Артета секілді жас маман жаттықтырады. Жас болғаны соншалық Винсан Компани қақпашы Мануэль Нойерден 2 апта кіші. Ал айырмашылығы Арсенал енді ғана шыңға шығып келе жатқан. Ал Бавария сол шыңға тұруға үйреніп қалған клуб. Лондондықтарда трофей жеңбеген футболшылар өте көп. Ал мүмкіндіктерде кубок жеңуді әдетке айналдырған тәжірибелі футболшылар көп. Әрине, Харри Кейн бұл тізімге енді қосылып келе жатыр. Бавария Фрайбургқа қарсы ойында 2 голды бұрыштамадан кейін жіберіп алды. Ал Арсеналдың стандарттың қаншалықты мықты екенін жоғарыда атап өттім. Бірақ Винсан Компани бұл олқылықтың орнын толтыруға уәде берді. Соңғы ойында команда ретінде қателіктер жібердік. Бізге жасырынудың қажеті жоқ. Мінез көрсетіп қорғануымыз керек. Бірақ біз де стандартты жағдайларда пайдалана аламыз. Фрайбург қақпасына 1 голымызды бұрыштамадан соқтық. Енді жіберген қателік бойынша жұмыс істейміз. Себебі келесі қарсыласымыз стандарт бойынша Европадағы ең үздік команда. Бұл біз үшін жақсы сынақ. Қазіргі уақытта Европада Арсеналдан күшті командалар бар ма, жоқ па білмеймін. Біз бұл ойында асыға күтеміз, деді Баварияның бас бапкері. Арсенал мен Бавариядан бөлек бұл маусымда мықты ойнап жатқан команда бар жетерлік. Реал Мадрид, Сити, ПСЖ, Барселона, бірақ кейбіреуінде тұрақтылық жоқ. Кейбіреулері кадр мәселелеріне тап болуда. Кейбіреуі дағдарысқа ұшырады. Ал Арсенал мен Баварияда мұндай мәселе жоқ. Бірақ 26 қараша күні екеуінің қайсысы мықты екенін анықталады. Әлде тең түсіп, ұпай бөлісе ма? Өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.